Сәлемет. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы «Қарындасым билейді». Моя младшая сестра танцует. Жаңа сөздермен танысайық. Би – танец. Бише – танцор, танцовщица. Билейді – танцует. Обратите внимание, от слова «би» мы образовали два новых слова. Бише – существительное, и билейді – глагол «танцует». Сахна – сцена. Қимыл – движение. Моншақ – бусы. Еще раз послушайте, как правильно произносить новые слова. Би, бише, билейді, сахна, қимыл, моншақ. Жаңа сөздермен сөйлем құрастырып үйренейік. Составим предложение с новыми словами. Моншақ – бусы. Красивые бусы. Составим словосочетание. Әдемі моншақ. Әдемі моншақ. Моншақ қандай? Какие бусы? Зеленые бусы. Жасыл моншақ. Жасыл моншақ. Теперь попробуем составить предложение из трех слов. Я надену бусы. Мен моншақ тағамын. Мен моншақ тағамын. Мын – окончание притяжательное первого лица. Предложение из четырех слов. Я надену красивые бусы. Мен әдемі моншақ тағамын. Можно слово «әдемі» заменить словом «жасыл». Мен жасыл моншақ тағамын. Сахна – сцена. Сахна. Составим предложение. Вышел или вышла на сцену. Сахнаға шықты. Қайда шықты? Сахнаға. Окончание «ға». Усложним предложение. Кто же вышел на сцену? Певец вышел на сцену. Әнші сахнаға шықты. Әнші сахнаға шықты. Қайда шықты? Сахнаға. Ученик вышел на сцену. Оқушы сахнаға шықты. Кім сахнаға шықты? Оқушы сахнаға шықты. Келесі сөз билейді. Танцует, танцуют. Глагол. Ученики танцуют. Оқушылар билейді. Оқушылар не істейді? Билейді. Ученики танцуют на сцене. Оқушылар сахнада билейді. Оқушылар не істейді? Билейді. Қайда билейді? Сахнада. Ребята, я думаю, что новые слова вам теперь будут понятны. Переходим к следующему. Есте сақта, запомни. Жіктік жалғаулары – личное окончание. На прошлых уроках мы с вами учились спрягать глаголы как в единственном числе жекеше түрі, так и во множественном көпше түрі. Давайте вспомним. Бірінші жақ. Мен билеймін. Я танцую. Слово мягкое, поэтому везде будем прибавлять окончание с мягкими гласными. Екінші жақ. Сен билейсің. Ты танцуешь. Вежливая форма. Сіз билейсіз. Вы танцуете. Үшінші жақ. Ол билейді. Он или она танцует. Көпше түрі.
множественное число. Біз билейміз, мы танцуем. Сендер билейсіңдер, вы танцуете. Сіздер билейсіздер, вы танцуете. Олар билейді, они танцуют. Жақсы балалар. Оқулықты ашамыз. Екінші тапсырма 9-шы бет. Мен оқимын, сендер тыңдандар. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Младшая сестра Гүлсая ходит в танцевальный кружок. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. У Гүлсаи есть красивые бусы. Оның көйлегі қызыл. Ее платье красное. Ол жақсы билейді. Она хорошо танцует. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Она на сцене с друзьями танцует танец қара жорға. Теперь, ребята, ответим на вопросы к тексту. Сұрақтарға жауап бер. Гүлсая кім? Гүлсая неге қатысады? Где участвует Гүлсая? Оның көйлегі қандай? Какое у нее платье? Гүлсаяда не бар? Что есть у Гүлсаи? Ол кіммен билейді? С кем она танцует? Ответы на эти вопросы ищем в тексте. Пожалуйста, Гүлсая кім? Жақсы. Гүлсая менің қарындасым. Гүлсая моя младшая сестра. Гүлсая неге қатысады? Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Оның көйлегі қандай? Оның көйлегі қызыл. Гүлсаяда не бар? Гүлсаяда моншақ бар. Ол кіммен билейді? Ол достарымен билейді. Жақсы балалар. Келесі тапсырма орындаймыз. Екінші тапсырма 9-шы бет. Сөздерге қосымшалар жалғап сөйлем құра. К словам добавь нужные окончания и составь предложение. Даны слова: Гүлсая, қарындас, қатысу, бар, би үйірмесі, әдемі, моншақ. Все ли слова вам знакомы? Гүлсая, имя девочки, нашей героини. Қарындас, младшая сестра. Қатысу, участвовать. Бар, есть. Би үйірмесі, танцевальный кружок. Әдемі, красивый, красивая, красивая. Моншақ, бусы. Даю подсказку. Из этих слов можно собрать 2 предложения. Добавляете нужные окончания. Время пошло. Давайте проверим, какие же предложения можно собрать из этих слов. Тексереміз. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Добавили нужное окончание.
қарындасым Гүлсая, младшая сестра Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Ходит в танцевальный кружок или участвует в танцевальном кружке. Остались слова бар, әдемі, моншақ. Какое же предложение можно собрать из этих слов? Проверим. Гүлсаяның әдемі, моншағы бар. Кімнің? Гүлсаяның. Әдемі моншағы. Моншағы. Происходит чередование «қ» на «г». У Гүлсаи есть красивые бусы. Жарайсыңдар, балалар. Надеюсь, что у вас получились такие же предложения. Переходим к следующему заданию. Айтылым. Это задание нужно вам будет отправить голосовым сообщением учителю. Диалогты толықтырыңдар. Дополните диалог. Вам даны 4 вопроса. Нужно на них дать ответы. У вас получится 4 вопроса и 4 ответа. Оның қарындасының аты кім? Оның моншағы қандай? Оның қызыл көйлегі бар ма? Олар қайда билейді? Все эти вопросы по тексту, который мы прочитали в начале урока. Отправляйте голосовым сообщением. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 13-і, қарындасым билейді, 4-ші тапсырма. Посмотрите внимательно на 3 рисунка, которые даны в упражнении номер 4. Суреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. По рисункам составь и напиши предложение. 6 предложений. Рефлексия. Түсіндім, сұрақ бар, түсінбедім. На этом, ребята, наш урок завершен. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Уже қысқаша сөйледім.